Төртіншілік құрылым бір-бірімен ковалентті емес байланыстар арқылы қосылған бірнеше полипептидті тізбектерден құрылады. Бұдан бұрынғы видеода мен үшіншілік құрылым туралы айттым, және ол видеода мен бірнеше үшіншілік құрылым айтқанда қосылып төртіншілік құрылымды құрайды деп айттым. Сондықтан бір-бірімен ковалентті емес байланыстар арқылы қосылған бірнеше полипептидті тізбектерден құрылады. Дұрыс. Енді әр полипептидті тізбек суббірлік деп аталады. Суббірлік дегеніміз айтқанда төртіншілік құрылымды құрайтын кішкентай заттар. Бірнеше полимерлер. Сол полимерлер бірге жиналып, үлкен полимерді, яғни төртіншілік құрылымды түзеді. Енді көбінесе төртіншілік құрылым 2-ден 8-ге дейін суббірліктен құрылады. Әрине, 8-ден де көп суббірлігі бар төртіншілік құрылымдар бар, бірақ көбінесе 2-ден 8-ге дейін. Енді олар қалай айтылады? 2 суббірліктен құрылған төртіншілік құрылым димер, 3-тен тример, 4-тен тетрамер, 5-тен пентамер, 6-дан гексамер және 8-ден октамер деп аталатын болады. Енді суббірліктер әртүрлі немесе бірдей болуы мүмкін. Мүмкін. Яғни оларды түзетін біріншілік құрылымдар әртүрлі немесе бірдей болады. Демек, бірінші, екінші құрылымдар да ерекшеленеді. Былай айтқанда, мысалы, димерді алайық. Димер не 2 ұқсас нәрседен құрылуы мүмкін, не 2 әртүрлі нәрседен құрылуы мүмкін. Оның бір суббірлігі, мысалы 100 амин қышқылдық қалдықтан, қалған басқасы 150 амин қышқылдық қалдықтан тұрады, және олар кішкене әртүрлі болып келеді. Және бұл жерде креатин киназаны беріп тұр. Енді осы креатин киназаны қарайық. Құрылысы бойынша димер, міне, 1, 2. 2 суббірліктен құрылған, Және креатин киназаның әр тінде, айтқанда 3 тінді аламыз, себебі осы 3 тінде ғана креатин киназа бар. Әр тінде өзінің креатин киназасы болады. Қаңқа бұлшықеттерінде М креатин киназа, мида В креатин киназасы, және жүректе МВ креатин киназасы болады. Қалай оңай жаттауға болады? Бір жағынан, бұл сізге қатты керек емес, бірақ жаттап алып, есіңізде сақтасаңыз да жақсы деп ойлаймын. Сондықтан, қаңқа бұлшықеттерінің креатин киназасы ММ деп аталатын мускулюс деп жата салыңыз, яғни мускулюс ол бұлшықеттер. Мида ВВ. Мидағы қарыншалар, яғни вентрикулюс деп жаттаңыз, вентрикулюс. Ал бұлшықет та бар, және қарынша да бар орган, ол жүрек. Мускулюс, вентрикулюс. Солай жаттасаңыз болады. Негізі әрине, олардың аттарын олай қойған жоқ, бірақ оңай жатталатын мнемоника арқылы мұны осылай ассоциация құрап жаттап алуға болады. Енді изопротеиндер. Изопротеиндер бірдей қызмет атқарғанымен әртүрлі гендермен кодталады. Демек, құрылымдары әртүрлі. Жаңа айтқандай, олардың қызметтері бірдей болуы мүмкін, бірақ олардың әртүрлі гендермен кодталғандықтан құрылыстары сәл басқаша болады. Бір жерінде, мысалы, глутамат тағы бір нәрсеге ауысуы мүмкін, мысалы аспартатқа, немесе тағы басқаша. Енді көбінесе тиімділіктері бойынша ерекшеленеді. Мысалы, мына жерде креатин киназаны көрейік. Енді осы креатин киназаның мысалымен сізге неге тиімділігімен ерекшеленетінін түсіндірем. Қаңқа бұлшықеттеріндегі ММ креатин киназа энергияны жақсырақ қалдап, және соны айтқанда тасымалдайтын болады клетканың ішінде, яғни жасушаның ішінде. Ал миға ондай керек жоқ. Мидың энергияны түсетін және жалпы жасайтын жерлері бұлшықетке қарағанда басқаша. Сондықтан креатин киназа бұлшықеттерде, қаңқа бұлшықеттерінде өзінің қызметін күштірек атқарады. Және сол креатин киназаны, яғни қаңқа бұлшықеттердің креатин киназасын біз миға жіберетін болсақ,
ол өзінің планын тым тез орындап, сосын керексіз болып қалады. Ал ол бізге тиімді емес. Себебі әр нәрсе өзінің жұмысын атқарып бітіру керек. Бұл жерде атқара береді. Ал оған энергияны шығындауға бізде ондай көп энергия жоқ. Сондықтан біз оны тиімді болмағандықтан қан бұлшықеттерінде өзінің креатин киназасы, мида өзінің креатин киназасы, жүректе өзінің креатин киназасы болады. Енді изопротеиндердің ерекшеліктері диагностикада маңызды. Неге? Мысалы, біз жүректің креатин киназасын алатын болсақ, адамның қан талдауында жүректің креатин киназасын көретін болсақ, ол бір нәрсені білдіреді. Ол инфаркт миокарда. Бірақ қазіргі кезде сол МВ креатин киназасын көп жерде қолдана бермейді, себебі оны жаңа әдіс тропониндер арқылы көру, зерттеу. Және тропониндер осы МВ креатин киназасын қарағанда жүрек инфаркт миокард инфарктісін тиімдірек табады. Сондықтан біз тропониндерді қолданамыз. Мысалы, диагностикада ММ креатин киназасы бұлшықеттердің дистрофиясын табуда қазіргі кезде өте жақсы көрсетіп жатыр өзін. Сондықтан ММ креатин киназасын қолданамыз. ВВ диагностикалық маңызы қатты жоғары емес, соның миды зерттеуде біз негізі басқа әдістерді қолданамыз. Енді төртіншілік құрылым не үшін керек? Бұған дейінгі видеода біз үшіншілік құрылымның, яғни нәрөздің үшіншілік құрылымнан бастап жұмыс атқара бастауын түсіндік. Бұл жерде сұрақ туындауы мүмкін. Онда біз үшін неге төртіншілік құрылым маңызды? Себебі біз қызметті былай қарасақ, үшіншілік құрылымнан бастап атқардық. Ал төртіншілік құрылым не үшін? Бұл жерде жауап екеу. Ол кооперативтілік әсер және біз оған сәл кейінірек келеміз. Енді кооперативтілік әсері дегеніміз не? Былай айтқанда, кооперативтілік ол нәрөздің өз-өзіне көмектесуі. Былай айтқанда, суббірліктің екінші суббірлікке көмектесуі. Енді мына жерді қарайық. Миоглобин үшіншілік құрылым, ал гемоглобин төртіншілік. Миоглобин үшіншілік құрылым болу себебі оның бір полипептидті тізбектен жасалуы. Ал гемоглобин 4 полипептидті тізбектен жасалынады, яғни тетрамер. 4 полипептидті тізбек, яғни 4 суббірліктен құрылған тетрамер болып келеді. Енді олай болғанымен миоглобиннің оттекке бейімділік дегеніміз миоглобиннің оттекпен байланысу күші. Афинділік неғұрлым жоғары болған сайын, оның байланысуы да соғұрлым жоғары болады. Ал гемоглобин үшін ол сәл төмендеу. Сондықтан миоглобиннің оттекке афиндігі, бейімділігі гемоглобинге қарағанда жоғары. Мысалы, парциалдық қысым 2 мм сынап бағанасы болған кезде миоглобиннің 50% молекулалары оттекпен байланысқан. Міне, мына жерде графаны көріп тұрғаныңыздай, мынау парциалдық қысым 2-ге тең болған кезде, мынау парциалдық қысым екенін бөліп қояйын. 2-ге тең болған кезде ол 50% оттекпен байланысқан күйінде болады. Яғни миоглобиннің 50% молекулалары. Енді парциалдық қысым төмен болғанда миоглобин оттекті босатады. Енді сәл кішкене парциалдық қысымның не екенін түсініп алайық. Ол белгілі бір газдың жалпы газдардың ішіндегі былай айтқанда концентрациясы. Және сол концентрацияны атмосфералық қысымға көбейтілуі. Енді мысалы ауада оттек 21%-ді алып тұр. 21%, жалпы ауаның 21%-ы оттек. Сондықтан біз формуласында 0,21-ді біз көбейтеміз атмосфералық қысымға. Мысалы 760-ға көбейткен кезде ең соңында 160 мм сынап бағанасы шығады. Ал адамның өкпесінде шамамен парциалдық қысым 100-ге тең. 100-ге тең болғандықтан біз осы жерде 100 деп жаздық.
Енді осы парциалдық қысым өкпеде 100 болса, қан тамырларында парциалдық қысым 40. Шамамен 40-тың дәрежесінде болады. 40-та болады. Енді гемоглобиннің оттекке афиндігі төмендеу. Гемоглобин 50% молекулалары парциалдық қысым 26 болған кезде байланысады. Яғни 50 молекула 50%. Гемоглобин молекулаларының 50% парциалдық қысым 26 болған кезде байланысады. Міне. Мына 30 деп алатын болсақ, 26. Міне тура мына жерде 30. Міне. Гемоглобиннің 50% молекулалары 26 болған кезде байланысады. Енді бұл жерде жаңағы сұраққа жауап берейік. Міне көріп тұрмыз. Миоглобин да бар, гемоглобин да бар. Неге біз үшін гемоглобин маңызды? Себебі миоглобин мио бұлшықет. Мио дегеніміз бұлшықет. Бұлшықеттерде өзінің қызметін атқаратын нәруыз. Ол бұлшықеттерде жалпы парциалдық қысым біздің бүкіл денемізге қарағанда төмен болады. Оған бір себеп, біз шыныққан кезде, жүгірген кезде, физикалық жүктемелерді алған кезде, жасаған кезде, біздің бұлшықеттер жиырылып, қан тамырларын қысуы мүмкін. Ал қан тамырлары қысылған кезде, сол бұлшықеттерге қан бармайды. Ал қан бармаса не істеу керек? Бізге бір жерден оттекті алу керек. Сондықтан бұлшықеттердің ішінде орналасқан миоглобин жаңа алып алған оттекті бұлшықеттерге бере бастайды. Жалпы схема былай. Қан тамыры арқылы гемоглобин барады. Сосын гемоглобин былай есікті қағады. Ашыңдар деп. Мына жақтан миоглобин есікті ашып, оттекті алады да, сол оттекті бұлшықетке апарады. Осы схема бойынша бұлшықеттер оттекпен қанығады. Енді бұлшықет жиырылған кезде не болады? Жаңағы қан тамыры жабылады, оттек бармайды. Сондықтан запаста қалған, қорда қалған оттекті біздің миоглобин қолданады. Миоглобин сол оттекті өзінің афиндігі жоғары болғанымен парциалдық қысым төмен жерде, яғни бұлшықеттерде сол оттекті бере алады. Себебі оның парциалдық қысымы, яғни беру қасиетінің парциалдық қысымы төмен. Ал парциалдық қысым жоғарылаған сайын, ол да сол парциалдық қысыммен бірге жоғарылайды. Ол гипербола. Ал енді біз гемоглобинді алайық. Гемоглобинде тағы бір түсіну керек жайт, ол өкпенің парциалдық қысымы 100. Мына жерден басталып, ол түсе бастайды. Көріп тұрғаныңыздай 40 пен жалпы 30 бен 60-тың арасында ол түсе бастайды. Себебі басқа тіндер өкпеден шығып, қан арқылы бара жатқан кезде ол өкпеден шығады, бірінші жүрекке барады, сосын жүректен үлкен қан айналым шеңберіне барған кезде оны қанмен қамтамасыздандыру керек. Сондықтан басқа тіндерде парциалдық қысым төмен болғандықтан ол оттекті бере бастайды. Сол себепті біз миоглобинді адам ағзасында қолдана алмаймыз. Мысалы, мида парциалдық қысым жоғары және оттекке деген талғамдылығы жоғары, ол көп оттекті тұтынғысы келеді. Және ең бірінші болып адам ағзасында ми бұзылады. Оттек жетіспеген кезде ми бірінші болып бұзылады. Ал гемоглобиннің қызметін миоглобин атқара алмайды. Ол жаңағы оттекті сондай мөлшерде және сондай парциалдық қысыммен миға апара алмайды. Оның күші жетпейді. Сондықтан біз гемоглобинді қолданамыз. Және гемоглобин сол үшін керек. Бір жауап бердім. Төртіншілік құрылым не үшін керектігіне. Және бұдан өтпей тұрып, біз тағы бір нәрсені түсініп алуымыз керек. Вот бұл жерде кооперативтілік дегенді мен түсіндірем қазір. Мына жерде 4 молекуланы алайық. Мына 4 молекуланың бір-бірінің ағалары деп санайық. Себебі олар 2 суббірлік бірдей, 2 суббірлік бірдей болып келеді. Осы суббірліктер
бір бірінің ағалары, бауырлары тұрып оларға оттек келеді. Бірінші суббірлікке оттек келген кезде ол оянады, мынау оттек екен ғой деп. Екінші суббірлікті оятады. Тұр, міне оттек келді, сен екінші оттекті қабылдауға өзіңді өзгерт, дайындал дегендей. Ол барып, мына кейіптен, ішке қарап тұрған кейіптен енді жоғары қарай бастайды. Былай айтқанда, өзінің конформациясын өзгертеді. Оттек келген кезде ол басқа нәруздардың, ол басқа суббірліктердің конформациясын өзгерте бастайды. Біреу байланысты, ол енді мынаны оятады, былай айтқанда конформациясын өзгертеді. Конформация дегеніміз құрылысы. Ол өзгереді, сосын 3-ті оятады, 3 барып 4-ті оятады. Міне, ең соңында гемоглобиннің 4 суббірліктері оттекке қаныққан болып шығады. Және осы қанығуының бір күшті жері, бірінші суббірлік мысал үшін 300 секундта қанығатын болса, 4-ші суббірлік 1 секундта қанығады. 300 есе тезірек. Мынау екіні тездетеді, яғни дайындап, сен оттекті алуға дайындал дейді. Ол оттекпен тезірек байланысады енді. Ол барып 3-ті тездетеді. 3 2-ге қарағанда тезірек байланыстырады сутекті. Ал 4 3-ке қарағанда одан да тез сутекті өзіне байланыстыратын болады. Сондықтан осылай көбейтулердің нәтижесінде 4-ші суббірлік оттекті 300 есе тезірек біріншіге қарағанда байланыстыратын болады. Енді кооперативтілік әсері оттектің бір суббірлікке қосылуы қалған суббірліктердегі конформациялық өзгерістерге әкеледі. Бұл айтқанда, жаңағы айтқан нәрсе. Оттек қосылады бір суббірлікке, бір суббірлік басқа суббірліктердің конформациялық өзгерістеріне әкелетін болады. Енді екінші ереже, яғни екінші себеп неге 4-шілік құрылым керек. Нәруыз белсенділігінің регуляциясы, реттелуі осы қызметті атқару үшін 4-шілік құрылым қолданылады. Енді мына жаққа келіп қарайық. Мысалы, мынау 2 суббірлікті алатын болайық. Бірақ креатин киназ емес, басқа бір молекуланы. Мына жағы, яғни бірінші суббірлігі өзінің қызметін атқаратын болса, екінші қызметі сол суббірліктің қосылуын не өшірілуін қарап отырады. Осы жерге бұл айтқанда бір нәрсе келген кезде ол қосылып екіншісіне өзінің қызметін атқарсын деп міндет етеді. Сол барып өзінің жұмысын жасайтын болады. Сол арқылы реттелу, бұл айтқанда реттелу қасиеті тек 4-шілік құрылымдарда болады. 3-шілік құрылымдар реттелу қасиетін жасалмайды. Олар бұндай жағдайда әлсіз болады. Ал 4-шілік құрылымдар өзінің сондай қызметтерін атқара алады. Қосыл барып жұмыс істе дегендей. Және тағы басқа. Мына жердегі кооперативті әсерге қайта оралайық. Бұл жерде кері кооперативтілік әсері болады. Кері кооперативтілік әсері дегеніміз, мысалы, бір нәрсе, жай мына жерде оттекті алмай қояйық. Бір нәрсе тым көп болған кезде, ол барып басқаларына өздерінің қабылдайтын жерлерін жабыңдар, жаңағы нәрсені алмаңдар деп бұйрық береді. Олар барып жабылады да, мұндай кейіптен қайта мына кейіпке қайта келеді, жабылып қалады. Сол жабылып қалған кезде олар өзінің айтқанда активті орталығын жауып, жаңағы затпен байланыспайтын болады. Бұл кері кооперативтік әсері дегенді білдіреді. Тағы бір айтатын нәрсе, ол кооперативтілік әсердің осы графада көрінуі. Бұл жерде ең басында, міне, оттек бірінші суббірлікке барып бекінді. Сосын екінші суббірлік, сосын үшінші суббірлік, сосын төртінші суббірлік,
ең соңында төртінші суббірлік мына жерде бүкіл былай айтқанда 90% гемоглобин оттекпен байланысқан және плато кетеді. Осындай схема жаңағы миоглобиндікі гипербола болса, гемоглобиндікі сигмоидты графа деп аталады. Осы сигмоидты графаның арқасында ол өзінің қызметін және қасиетін көрсетіп тұр. Басында басталады, күрт өседі және соңында плато. Плато дегеніміз былай айтқанда тұңғиық. Судың былай тұруы және қозғалмау. Бұл жерде тура сол. Плато ол қозғалмау. Былай айтқанда түзу. Баяу өседі. Сосын екіншісі конформациялық өзгеріске ұшырайды. Күрт өсу, тез және плато. Осы сигмоидты графа деп аталады. Және сигмоидты өсу бұл гемоглобинге тән. Назарларыңыз үшін рахмет, сау болыңыз.